Бірде Прагадағы конференцияда Чернобыль ормандарында 15 жыл бойы жалғыз тұрған биолог мінбеге шығып, әлемді селт еткізген бірақ сөйлем айтты. Радиация адамнан мейірімді болып шықты. Апаттан бері 40 жыл өтті. Бір кезде адамзат 1000 жыл бойы мұнда тіршілік болмайды деп үкім кескен өлі аймақ бүгінде Еуропадағы ең таза, ең жабайы қорыққа айналды. Бұрын бетон блоктар мен асфальт тұрған жерде қазір өмір қайта бүр жарып келеді. Қыңыр, дана және еркін өмір. Қазір мұнда ірі аңдардың саны 7 есеге артқан. Елестетіп көріңізші, қасқырлар ескі мектептердің сыныптарында қоныстанып, бір кезде балалар отырған парталардың астында күшіктеп жатыр. Аюлар мұнда 100 жылдан кейін алғаш рет оралды. Сілеусіндер мүк басқан үйлердің шатырында жортып, бұғылар мен жабайы преживальский жылқылары адам даусы әлі ұмтылмаған бос көшелерді емін-еркін кезіп жүр. Біз қасірет аймағы деп атаған мекен өмірдің салтанат құрған орнына айналды. Сөйтсек, табиғаттың қалпына келу үшін ең басты шарт радиацияның жоқтығы емес, адамның болмау екен. Бірақ бұл жай ғана қайта оралу емес, бұл біздің көз алдымызда жүріп жатқан эволюция. Чернобыль қасқырларының қаны қатерлі ісікке төзімді болып өзгерген. Бақалар радиациядан қорғану үшін терісіне сауыт киіп қап-қара болып кеткен. Тіпті реактордың дәл жанынан ғалымдар таңғажайып саңырау құлақтарды тапты. Олар радиацияны жейді, иондаушы сәулені жұтып, оны өсуге қажет энергияға айналдырады. Табиғат адамның қателігін өзі тазартып, радиацияны асқа айналдыруды үйренген. Бүгінде Чернобыль жойқын апаттың символын емес, ол болашақтың зертханасын көрсетеді. Өмірдің кез келген тозақтан аман шыға алатынының дәлелі. Алайда бұл аймақтың ең қорқыныштысы ашуы радиацияда емес. Ең ауыр шындық бұл әлемнің бізсіз ақ гүлдене алатынында. Табиғатқа біз керек емеспіз, бірақ бізге табиғат ауадай қажет.